PSG ойыншылары Франция президентінің әйелінің қалай қарағанын байқадыңыз ба? Олардың реакциясы шошытады. Сіз бұл қызық видеоны көрдіңіз бе? Онда PSG клубының ойыншылары тағы бір чемпионатта жеңіске жеткен сәті түсірілген. Сол сәтте оларды құттықтауға Франция президенті Эммануэль Макрон мен оның әйелі келді. Бәрі қалыпты сияқты көрінеді. Назар аударыңыз. Футболшылар президенттің әйелін өте таңқаларлық көзқараспен қарады. Олардың жүзінде түсінбеушілік пен тіпті қорқыныш байқалады. Егер де бір-екі ойыншы ғана солай қарағанда, әңгіме басқаша болар еді. Бірақ бұл реакция барлық ойыншыларда болды. Әрі ол кадрларда анық көрінеді. Тіпті кейбіреулері өз реакциясын жасыруға тырысқанмен, бірақ та оны жасыра алмады. Комментарийлерде адамдар түрлі теориялар айта бастады. Біреулер рептилоид туралы сыбыстар қозғап, футболшылар президенттің әйелінің шынайы бейнесін көрді деп жазады. Ал басқалары ешқандай қорқыныш жоқ. Мүмкін әйелдің сырқатқа байланысты түрі өзгеріп кеткен шығар деп болжады. Достар, осы видео туралы өз ойларын комментарий жазыңдар, достармен бөлісіңдер, маған тіркеліп қойыңдар. Сіздермен бірге болған қызық бар. Барлықтарыңызға рахмет.